Армысыз көрермен, эфирде ақындар антологиясы, ақын дәуір айнасы, қоғамдағы тыныс тіршіліктің айқын барометрі, елмен бірге емірене алатын ерекше жаратылыс иелері. Бүгінгі ақындар антологиясының кезекті кейіпкері, дарынды, талантты жан, үздік ұстаз, білікті маман, ақын Жадыра Төлеуқоңырдың шығармашылығына арналады. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жалпы енді өзіңізді ақын қыздардың, дарынды қыздардың бірі ретінде танимыз. Осы жыр өлкесіне, өлең өлкесіне кездейсоқтан келген жоқсыз, оны да білеміз. Жалпы енді өзіңізден білсек, ақын қызды, жалпы ақынды, сізді не шабыттандырады? Шабытты қайдан аласыз? Осы сауалдан бастасақ. Сауалымызды. Ақындық және көп рахмет. Ақындық ұлы өнер ғой, ұлық өнер. Менің ойымша, осы мен атам негізі бақсадан болғанда, сол кісі Жадыра деген ақын айтыстан орын алған екен. Мен туған жылдар тәуелсіздіктің қарсаңында, сол жылдары осы Жадыра, атын Жадыра деп қоямын, Жадыра ақын сияқты ақын болады деп сәуегейлікпен айтқан шығар. Бірақ енді негізі ұстаздықты басым бағыт ретінде қоямын да, ал ақындық менің жанымның емі. Мен емделем, шабыттан емделем. Осы өлең жазу арқылы адамның жалпы шығармашылық адам іші тазарады. Шабыт мекені, қиял әлемі, ол алысқа көкке самғатады. Одан кейін мына ақындық шындықты жазбай қоймайды. Барлық жерде жаңағы шындықты айтатында ақын сонау заманнан бері қанша хандардың, қағандардың қасында ақыл қосып жүретінде ақын, сондықтан ақын қоғамның айнасы. Бұрында студент кездерінде, оқушы кездерінде жинақтарға шығатынбыз, басылымдарға жарияланатын өлеңдер. Бірақ осы кейінгі уақытта біраз уақыт болды, бір 5-6 жылдың көлемінде ешқандай жинаққа бермеймін өлеңімді. Одан кейін арнайы ақынмын деп мүшәйраға қатыспаймын. Өйткені ол айттым ғой, мен өте қадірлеймін осы өнерді, өлеңді. Ал мына жинаққа енгізіп жатқан Абай облысы жазушылар одағына алғысымды білдіремін. Осы жинақтан Абай айтады ғой, балаларым, оқушыларым, шәкірттеріме де айтам. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қайсырар ертанасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, жұп-жұмыр, осы сөз арнайы айтам, тегіс келсін айналысы деп. Сондықтан қысқа жазылған оймақтай ой бар, күздің әтірі деген. Тамаша. Күздің әтірі, ішінде жаңбырдың, аспанның көз жасы, жуылған бар мұңым. Күздің әтірі, тынысым ашылған, жапырақ дүрсілі минуты таусылған. Күздің әтірі, билері самалдың, өзгерткен қалпыңды сезімнің жанары. Күздің әтірі, есіңнен балқыдым, үзгендей демімді найзағай жарқылың. Күздің әтірі, сағыныш нотасы, белгісіз тартылыс, кездесу, қоштасу. Күздегі күй осы, қош келдің, қош әлем, сары хат билесін, әуенді қоса бер. Күздің әтірі, есімді ала бер, қош айтсам бір күні, жейдемде қала бер. Ой, қандай тамаша. Күздің әтірі деп аталатын туындыңыз адамның жүрегін тербейді екен, көпшілікке ой салатыны анық. Енді ақынның туындысы ол мәңгілік, ғұмырлық деп жатамыз ғой. Жалпы өзіңізден білсек, жалпы көбінесе сіздің шығаратын туындыларыңыз махаббат лирикасына емес, әртүрлі тақырыптарда қалам тербеп жатасыз ғой. Жалпы өзіңізге, жүрегіңізге жақын тақырыптар көбінесе кездесіп жататын шығар, лириканы жақсы көремін, көңіл-күй лирикасын. Сосын енді мен оқушы кезімнен айтысқа қатысқан кезде ең алғаш
айтысында Сара апамыз бар, Тоқтамысова, Ринат ағаларымыз, біз үлкен 5-ші сыныпта қатысқан. Сол кезде өжет ақын деген номинация берген. Енді ол адам бойында қасиет деп ойлаймын. Мен әр кезде әділдіктің, адалдықтың, шындықтың жолындамын. Сондықтан кей кезде өлеңдерімде шым-шым шындықтың айнасы көрініс тауып қалады. Енді жаңағы лирика демекші, лирика оқиын. Есіңді сағындым дейсің бе? Бұл енді махаббат. Есіңді сағындым дейсің бе? Білмей-ақ не барын ішімде. Ол бәлкім аспанның жұпары, күз келіп салқындап күрсінсе, сол менің есім бе? Есіңді сағындың дейсің бе? Өз есің өз адам білсін бе? Мен жерге таң ата қонамын, гүлзарды аралап түсімде, сол менің есім бе? Есіңді дейсің бе сағындым? Ал өзім демалмай тарылдым, жаңбырға шомылып шыққанмын, өшпеген сонда да жалынмын, сен нені сағындың? Есіңді дейсің бе сағындым? Көзім күн, ал жаным қалың мұң, орманың фәнидің аралап, жұтқанмын жапырақ тамырын, ол бірақ иісі сағымның. Сезбейдің өз есің ешқашан, сезімтал жүрегім, кеш қалсаң, есің де есімің қалсыншы, ескірмес еске алсаң. Осы өнер өлкесінде жүрген талантты шәкірттеріңіз көп, иә. Олардың жеткен жетістігі әрине ұстаздың үлкен еңбегі деп бағалауға қажет. Сондай дарынды талантты шәкірттеріңіз бүгінде сізді қуанышқа бөлеп жатқаны айдан анық қой. Ең үлкен бақыт ұстаз үшін оқушысының жетістікке жетуі. Ол өзінің жетістікке жетіп жатқаны, өзінің бір жерден марапат алып жатқаны, мысалы мен үшін аса сондай қуаныш әрине, бірақ оқушымнан алған жетістігі мен үшін одан да аса қымбат қуаныш. Сондықтан бір кішкентай дүние болсын, мысалы шәкірттер меңгеріп жатса, бір кішкентай болсын дүниеге талпынып жатса, жетістікке жетіп жатса, баладай қуанам. Ақын шәкірттерім енді біразы әр жерде колледжда да тәрбиеледік, одан кейін Жасылан лицейінде істедім, онда да ақын шәкірттер тәрбиеледік. Қазір 15-ші мектепте біраз жерге таңылып жүрген ақын шәкірттерім бар. Енді ақынға әртүрлі күй әсер етіп жатады, ол шынайы шындық десек те болады. Әрине, сондай күйде туындаған туындылар жалпы көпшіліктің көңіліне шығып жатады, орын алып жатады. Өзіңізге сондай сәттерде бір ерекше сезім ұялайтын шығар? Иә, ақынға шабыт береді ғой, жалпы оқырманның бағасы маңызды. Мен үшін де өте маңызды. Сосын мен өзіме қатты сынмен қарайтын адамын. Өзімнің жаңағы жақсы жақтарынан гөрі қандай бір кемшілік тұстарым болса ашық айтам. Және сынды қабылдай білем. Сондықтан жаңағы ойлаймын да, шіркін менің өлеңіме осылай деп мүмкін жетпеген тұстар болса айтылса да ренжімес едім деп күтіп отырамын. Бірақ көп рахмет. Осы әлеуметтік желіге жазсам мен бірден, менде қалам қағаз ұстамаймын. Ұялы телефонды алып, көпшіліктеріңіз білесіздер, сол әлеуметтік желіге бірден жазамын. Түнде болсын түнде, одан кейін екінші қайтара оны жөндемеймін. Өйткені өзің шыққан сәбиіңді жаңағы қайтадан сен оны басқа бала қылып алмайсың ғой. Әр жан-жақтан республикадан белгілі ақындар, жазушы ағаларымыз, әпкелеріміз, әдебиет мамандары, сол кісілердің пікірі мен үлкен шабыт береді. Өткенде байқадыңыз ба, бір картина көрдім. Сол картинада кәдімгі сурет, ешқандай суреті жоқ, бірақ шеттері бар, рамка дейді. Сондай картина, ол картина $1000 бағаланыпты. Атауы қандай? Ауа, бос ауа деген. Сонда қазір қарасам, кез келген жерге
сөйтіп картина ілуге болады ғой, рамкасын жасап. Ол мәселе автордың айтайын деген ойы, мұндағы суретшінің айтайын деген ойы, менің ойымша, қоғамдағы сондай дүниені көрсеткісі келді. Сонда бай жазған, қаңқалар жүр ет оранған кісі боп деп. Осы тіркесті бір әдебиет маманы жоғары бағалап, қазір енді жаңа жаңғырда жазылған туынды деп айтқан болатын. Сөз есіме түсіре алмай тұрмын. Өйткені ол дүние маған да ой салды. Таза ауа картинасы. Қуыс кеуде, бос кеңістік, жоқ ауа. Жетім ойлар сенде мені жоқтама. Әр бұрышқа бір сурет қоярем, жанарыңа сақтама. Бояуы жоқ, бояусыз ақ, сөз қаншама түсі жоқ. Қанқалар жүр ет оранған кісі боп, көктің тіпті көз моншағы мұң тұнған, аппақ бұлт боп күрсінбек. Көлеңкесіз, рухтар қанша, тілсіз бе, айталмаған шындық қанша, үнсіз дем, түрлі түсті көрсететін ғаламда, жейдем қайда жүрсінген. Ақтамаймын, қоғамда да заңда да, бір кілтипан, бір мұғжиза бар мұнда. Түссіз, иссіз, сезбейтігін ештеңе, мен дайналып кетейінші жаңбырға, мен дайналып барамын ау жаңбырға. Сол белгілі бір оқиғадан шабыт алып туындаған туынды, көпшілік өз бағасын беріп жатыр. Ол да қуаныш, тамаша. Енді алдағы жоспарларыңызды білсек, енді жаңа шығармашылық кеш өткізсем деген ойым бар алдағы уақытта деген секілді болып қалдыңыз. Енді ол қай болашақта екен белгісіз. Әйтеуір бір болашақта, жарқын болашақта деп ойлаймын. Жалпы ыңғайсыз екен, ақын деп мектепке шақырып жатады, кездесуге, тағы сол сияқты жаңағы дүниелерде. Сол кезде қолында бір кітап болмаған. Сол дүние ойымда жүр. Енді бәрібір мен осыдан қанша қашсам да, ақындық ол менен қашпайтын сияқты. Сондықтан болашақта осындай қалыңдығы бар кітапқа жүк болатындай өлеңдерім дайын. Тек соны 1-2 жылдың көлемінде жинақ қып шығарып, халыққа ұсынсам, содан кейін міне менің бір кітабым бар дейтіндей, ақын дейтіндей кішкене ұлы жаңағы атқа сәл болсын жақындап қалсам деген ой бар. Сол тамаша дүниесінде халыққа таныстырып, өзім бір өлеңдерімді оқысам деген ой бар. Сауалымызды қойсақ енді, өмірде неге қынжыласыз, неге қуанасыз, не бақыт сыйлайды өзіңізге? Күліп жүруге тырысам, күнмен бірге күліп жүреді екем ғой деп жазыппын ғой, сол сияқты. Жалпы әр атқан күн ол жаратушының берген үлкен сыйы. Оны бір адам көреді, мүмкін осы сәтте қанша адам дүниеден озып жатыр. Дәл осы сәтте қанша бала дүниеге, сәби дүние есігін ашып жатыр. Жалпы философиялық көзқараста қараймын бұл өмірге. Әр сәтімді бағалаймын. Әр араласқан адам, ортам қандай дүние болмасын, мен үшін маңызды. Ал жаңағы неден қынжыласыз дедіңіз ба? Неден қынжыламын? Шындық айтылмай қалса қынжылам. Сосын еңбек еленбей қалса қынжылам, оны білесіздер. Одан кейін жаңағы лайықты осы өмірге жаратушы жібергеннен кейін жасаған ісіңе береке болып, жасаған ісіңді жақсы көріп істегеннен мен бақыттымын. Жалпы айтады ғой, мамандықтан қателеспеу керек деп өмірде. Мен ойлаймын, мен сол жағынан өте бақытты адам, өйткені мен мамандығымды жақсы көремін. Дір етіп бұлқынса түнгі аспан,
мендегі мұң қашқан. Қаһарын тәңірдің тыңдаймын, дүрсілі жүректің тынбастан. Қан тамыр бүлкілдеп көктегі, жерге кеп тамыры жайылған. Күнәсі пенденің көптегі, шырқалды айыптан. Ақ опа жағып ап ақша бұлт, көзді алдап тұр еді. Найзағай ойнады қақ жарып, бөліп ап биледі. Кірпігін ілем деп түнгі аспан, қалада мүлгіген. Жарқ етті найзағай тынбастан, тылсымын кім білген. Жұлдыздар, жымындар жоқ болды, мініп ап күймеге. Үйретіп нәпсіден сақтауды жылтырақ дүниеге. Бұлқыншы, күркіре найзағай, оянсын мына әлем. Жуылсын жаңбырмен тарқамай жатқанша күнәмен. Жер мен көк тілдесіп алсыншы, тыныштық бір сәтке мызғып. Құмары қосқа шыққансыншы, тамыры қалғанша үзіліп. Жарқ кеткен бір ғұмыр мағанда, бере көр тәңірім. Мен симай кетемін жалғанға, бір сарын болса егер әр күнім. Көк аспан көмейі бүлкілдеп, қаһары байқалсын. Пенденің жүрегі дүрсілдеп, бір сәтке ойлансын. Қымбатты көрермен, осымен ақындар антологиясы аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Құрметті көрермен, әріптесіміз Назеркенің ақындар антологиясы айдарынан кейін студияға қайта оралып отырмыз. Осы сыйлық беру, гүлдер әлемі тақырыбын ары қарай жалғастыратын боламыз. Студияға келіп жайғасқан кезекті мейманымыз бар, Рамазан Берікұлы, флорист. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы.